Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 19 сабақ. Разрядтан аттап, қосу және азайту тәсілдері тақырыбы. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Сандарды қосу және азайту тәсілдерін түсіндір. Қай есептеу тәсілі тиімді? Мұнда 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қосу берілген екен. Енді оны 2 тәсілмен шығарып көрсеткен. Қай тәсілі тиімді екенін анықтауымыз керек. 35 қосу 8. Мұнда бірінші 8-ді 5 қосылған 3 деп жіктеп аламыз. Сонда 35 қосу 5, 40 болады. 40-қа 3-ті қоссақ 43 шығады. Келесі 35 қосылған 8. Екінші тәсілі, бұл кезде біз 35 санын ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. 30 қосу жақша ішінде 5 қосылған 8, яғни бірлікке бірлікті қосамыз. 5-ке 8-ді қоссақ 13, 30-ға 13-ті қоссақ 43 шығады екен. Келесі 43 азайту 8. Мұнда біз бірлікті жіктейтін боламыз. 3 қосылған 5 деп. 43-тен 3-ті алсақ 40, одан 5-ті азайтсақ 35 шығады екен. Келесі екінші тәсілі 43 азайту 8. Мұнда біз 2 таңбалы санды 30 қосылған 13 деп жіктейтін боламыз. 30-дың өзін жазамыз, 13-тен 8-ді азайтамыз. 5 қалады, 30-ға 5-ті қоссақ 35 шығады екен. Ал енді осы тәсілдердің ішінен өздеріңе тиімдісін таңдап, басқа есептерді сол тәсілмен шығарсаңдар болады. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Сандарды қосу және азайту тәсілдерін түсіндір. Қай есептеу тәсілі тиімді дейді. Мұнда 2 таңбалы санға 2 таңбалы санды қосу берілген, оны 2 тәсілмен шығарған. Бірінші ондық пен бірлікке жіктейміз. 30 қосылған 9, 50 қосылған 4. Ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосамыз. 30-ға 50-ді қоссақ 80, 9-ға 4-ті қоссақ 13, 80-ге 13-ті қоссақ 93. Демек жауабы 93-ге тең екен. Келесі екінші жолы, мұнда тек біз бір қосылғышты ғана жіктейміз, 50 қосылған 4 деп. 39-ға 50-ді қоссақ 89, оған 4-ті қоссақ 93 шығады екен. Келесі азайту амалы. 93 азайту 39. Мұнда бірінші тәсілінде ондық пен бірлікке жіктеп алған. 90 қосылған 3, 30 қосылған 9 деп. Сонан соң ондықтан ондықты, бірліктен бірлікті азайтамыз. 80-нен 30-ды азайтсақ 50, 13-тен 9-ды азайтсақ 4, 50-ге 4-ті қоссақ 54 шығады екен. Демек жауабы 54-ке тең. Келесі азайту тәсілі 93-тен 39-ды азайтамыз. Мұнда азайтқышты жіктейтін боламыз. 30 қосылған 9 деп. 93-тен 30-ды азайтсақ 63, одан 9-ды азайтсақ 54 шығады екен. Келесі үшінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектердің мәнін түрлі тәсілмен есепте. Мұнда өрнектер берілген, оларды түрлі тәсілдермен есептейтін боламыз. 69 қосылған 25. 2 таңбалы санды ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. 60 қосылған 9, 20 қосылған 5. Сонан соң ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосамыз. 60-ға 20-ны қоссақ 80, 9-ға 5-ті қоссақ 14, 80-ге 14-ті қоссақ 94. 37 азайту 9. Мұнда 9 санын жіктейтін боламыз. 7 қосылған 2 деп. 37-ден 7-ні азайтсақ 30, одан 2-ні азайтатын болсақ 28 шығады. 92 азайту 37. Ондық 2 таңбалы санды азайту. 92-ні 80 қосылған 12 деп, 37-ні 30 қосылған 7 деп жіктейтін боламыз. 80-нен 30-ды азайтсақ 50, 12-ден 7-ні азайтсақ 5. 50-ге 5-ті қоссақ 55 шығады екен. 58 азайту 29. 58-ді 40 қосылған 18 деп, 29-ді 20 қосылған 9 деп жіктейміз. 40-тан 20-ны алсақ 20, 18-ден 9-ды азайтсақ 9, 20-дан 20-ға 9-ды қоссақ 29 шығады екен. 56 қосылған 8. Мұнда 8 санын жіктейміз. 4 қосылған 4 деп. 56-ға 4-ті қоссақ 60, 60-ға 4-ті қоссақ 64 шығады. 72 қосылған 9. Мұнда 9 санын жіктейміз, яғни бірлікті 8 қосылған 1 деп. 72-ге 8-ді қоссақ 80, оған 1-ді қоссақ 81. Осылай түрлі тәсілдерді қолданып, өрнектердің мәнін тапсақ болады. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Есептемей-ақ салыстыр. Мұнда өрнектер берілген, оларды салыстыруымыз қажет. 34 қосылған 47, 47 қосылған 37. Демек 47 санына біріншісінде 34-ті қосқан, екіншісінде 37-ні қосқан. Демек үлкен санды қосқан кезде өрнектің мәні үлкен болады. Сондықтан да 47 қосу 37 өрнегі үлкен. Келесі 53 азайту 15, 53 азайту 14. Азайтқан кезде кіші санды азайтқан жағы үлкен болады. Келесі 39 азайту 27, 39 азайту 25. Мұнда 27 сан азайтып тұр, ал мұнда 25 сан азайтып тұр. Демек аз санды азайтқан жағы үлкен болады. 39 азайту 25 өрнегі үлкен. 39 қосу 27, 39 қосу 25. Ал қосқан кезде үлкен санды қосқан жағы артық болады. Демек 39 қосу 27 өрнегі бізде артық болып тұр екен. Бесінші тапсырмаға қараймыз. Есептерді шығар. Әкем 35 жаста, ал анам 30 жаста. Әкем анамнан неше жас үлкен?
берілгенін жазып аламыз. Әкем 35 жаста, анам 30 жаста. Әкем анамнан неше жас үлкен екенін анықтауымыз керек. Шешуі: ол үшін әкемнің жасынан анамның жасын азайтамыз. 35-тен 30-ды азайтсақ 5 қалады. Жауабы: әкем анамнан 5 жас үлкен. Тапсырмасы: 5 жыл бұрын мөлдір 3 жаста еді. 7 жылдан кейін ол неше жаста болады? 5 жыл бұрын 3 жаста еді, 7 жылдан кейін қанша жаста болатынын анықтауымыз керек. Шешуі: ол үшін қазіргі жасын анықтап алуымыз керек. Ол үшін 5-ке 3-ті қосамыз, 8 болады. Сонан соң оған 7-ні қосамыз. 8-ге 7-ні қоссақ 15 болады. Демек жауабы: 7 жылдан кейін ол 15 жаста болады. 6-шы тапсырмаға қараймыз. Бір-бірімен өзара байланысты өрнектер жұбын тап дейді. Мұнда өрнектер берілген, байланысты өрнектерді табуымыз керек. 27 қосылған 4, 27-ге 4-ті қоссақ 31 болады. Демек 31 азайту 4 өрнегі екеуі бір-бірімен байланысты. Осы сияқты өрнектерді табуымыз керек. 67 қосылған 17. 67-ге 17-ні қоссақ 84 болады. Демек 84 азайту 17, осы екі өрнек бір-біріне байланысты. 48 қосылған 6. 48-ге 6-ны қоссақ 54 болады. 54 азайту 6. Екі өрнек бір-бірімен байланысты. 36 қосылған 29. Қоссақ 65 болады. 65-тен азайту 29, екі өрнек бір-бірімен байланысты. 78 қосылған 13. 78-ге 13-ті қоссақ 91 болады. 91 азайту 13, осы екі өрнек бір-бірімен байланысты екен. Келесі 7-ші тапсырмаға қараймыз. Мысалдарды шығар. 39 қосылған 4. 4 санын жіктейтін боламыз. 1 қосылған 3 деп, 39-ға 1-ді қоссақ 40, оған 3-ті қоссақ 43 болады. 56 қосылған 7. 7 санын жіктейміз. 4 қосылған 3 деп, 56-ға 4-ті қоссақ 60, оған 3-ті қосатын болсақ 63 шығады. 74 азайту 49. 70 санын 60 қосылған 14, 49 санын 40 қосылған 9 деп жіктейміз. 60-тан 40-ты азайтсақ 20, 14-тен 9-ды азайтсақ 5, 20-ға 5-ті қоссақ 25 шығады. Келесі 25 азайту 17. 25 санын 10 қосылған 15, 17 санын 10 қосылған 7 деп жіктейміз. 10-нан 10-ды азайтсақ 0 қалады, 15-тен 7-ні азайтсақ 8 қалады. 34 азайту 9. 34 санын жіктейміз. 20 қосылған 14 деп, 20-ның өзін жазамыз да 14-тен 9-ды азайтамыз. 14-тен 9-ды азайтсақ 5 қалады, 20-ға 5-ті қоссақ 25 шығады. 83 азайту 9. 83 санын жіктейміз. 70 қосылған 13 деп, 70-тің өзін жазамыз да 13-тен 6-ны азайтамыз. 7 қалады, 70-ке 7-ні қоссақ 77 шығады. 35 қосу 47. Ондық пен бірлікке жіктейміз. 30 қосылған 5, 40 қосылған 7. 30-ға 40-ты қоссақ 70, 5-ке 7-ні қоссақ 12. 70-ке 12-ні қоссақ 82 шығады. Келесі 72 қосылған 19. Мұны да ондық пен бірлікке жіктейміз. 70 қосылған 2, 10 қосылған 9. Ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосамыз. 70-ке 10-ды қоссақ 80, 2-ге 9-ды қоссақ 11, 80-ге 11-ді қоссақ 91 шығады екен. Осылай өрнектердің мәнін табамыз. 8-ші тапсырма. Кел ойнайық. Фигураларды мынадай ретпен орналастыр. Шаршылар, үшбұрыштар, дөңгелектер және сопақша. Әрбір екінші әріп дауысты дыбыс болуы керек. Қандай сөз шықты? Мұнда фигуралар берілген, оларды шаршы, үшбұрыш, дөңгелек және сопақша ретімен орналастыруымыз керек. Және әрбір екінші әріп, яғни шаршы, үшбұрыш, дөңгелек және сопақша. Әрбір екінші буын бізде дауысты дыбыс болуы керек екен. Сол кезде бізде бурабай деген сөз шығады екен. Жауабы бурабай. Салыстыру белгілерін. Артық, кем ойлап тапқан ағылшын математигі Томас Гарриот екен. Естеріңе сақтап алсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.